Ассалаумағалейкум құрметтілерім, бүгін біз сіздермен осындай керемет түскі асқа немесе кешкі асқа әзірлеуге болатын картопты әзірлейтін боламыз. Ол үшін алдымен картопымызды ашып, осылай турап, жартылай шикі күйінде қайнатып аламыз. Картопымыз қайнап жатқан аралықта біз етімізді турап, мариновка жасап қояйық. Бұл мариновканы сіздер салаттарға, әртүрлі лағманға пайдалансаңыздар болады. Оған керектісі тұз, картоптың крахмалы, жұмыртқа, соя тұздығын қосасыздар. Сөйтіп жарты сағат немесе 45 минутқа қалдырып қойыңыздар. Етіңіз өте дәмді, сочный болады. Қалауларыңызша әртүрлі етке арналған дәмдеушілерді қоссаңыздар болады. Мен розмарин мен орегано қостым. Мен етімді дайындап болам дегенше картоп жартылай шикі күйінде пісті. Мен алып оны тақтайдың үстіне кішкене суытып алдым және қуыруды бастадым. Осылай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Дайын болған картопқа тұз, приправа, дәмдеуіштер сепсеңіздер болады үстінен. Картопымыз қуырылып жатқан кезде біз чесночный соусымызды дайындап қояйық. Оның толық рецептісін жоғарыда сілтеме арқылы көре аласыздар. Енді соусты жасап қойдық, картопымыз қуырып алдық. Енді етті қуырамыз. Осылай жай отта жақсылап піскенше қуырып аламыз. Содан кейін тамағымызды осылай тарелкаға әдемілеп салып, жанына етімізді салып, соусты құйып, бетіне көк пияз болса, сеуіп берсеңіздер болады. Менде көк пияз жоқ, сондықтан олсыз жей береміз. Ал сіздерге ас болсын.